жеңілдей бермейді. Сондықтан бұны қайта-қайта қозғай бермеген дұрыс шығар деп мен білемін. Ал енді жалпы жаңа Қошқар ата болсын, қаламызда жалпы 13 суға түсуге рұқсат етілген жер бар. Ол жерде қауіпсіздік шаралары барлығы сақталған, арнайы орындар белгіленген, оны мынау төтенше жағдайлар департаменті бекіткен. Енді біздің ата-аналар да сол жерге балаларын білу керек те. Біз оны үнемі бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы да хабарлап отырмыз. Келесі жолы толықтай тізімін берейік сіздерге. Оны да жеткізсеңіздер. Ол жағын енді бақылау керек. Мына жердегі мәселе ол енді табиғи көлшік, табиғи су, оның барлығы түсінікті жайт. Мына жердегі біздің айтып отырғанымыз, бұл жерде шынымен-ақ жаңа мердігер компания тарапынан да оларға бақылау жасайтын, енді қанша жерден сотқа жолдадық, біз айтып отырмыз ғой, сотқа жолданған, іс сотта қаралуда. Енді өздеріңіз түсініп тұрсыздар, 2019 жылғы ақша бөлінген, қыруар қаржы бөлінген дүниені біз мынау дұрыс жасалынбапты деп бұзып 2023 жылы қайтадан жасай алмаймыз ғой. Оның қаржысы да толық игерілмеген, шындап келгенде. Қазық қойғанда, тастағанда кеткен. Негізінен алғанда мердігер компанияның жауапкершілігі бұл жерде. Енді өстіп эмоциялық түрде айтпасқа тағы амалымыз жоқ. Және біз сол бойынша бір емес, бірнеше мәрте хат жолдағанбыз. Мынаны жою керек, мына кемшілікті, айналасын қоршау керек, мынаны ретке келтіру керек деп. Егер оған біз мемлекеттік орган тарапынан мына отырған кісілер қосымша қаржы бөліп, оны реттейтін болса қалай енді? Біз мына бір мына микрофонды келдірдік қой, мысалға, бір микрофон тұр, мына микрофон болмайды екен, кішірек екен деп екінші микрофон сатып алсақ, менің де жауапкершілігім бар ғой мәселе. Солай емес пе? Сол сияқты дүние, бұл жердегі мемлекеттік қызметкерлердің, сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, кінәсі мемлекеттік қызметкер болғанында, былайша айтқанда. Ал енді оған дейінгі кісілер, соны жоспарлаған кісілер, сол жерге бір емес бірнеше үй түсетіндігін, анау тұрбаның көлемі дұрыс болуы керектігін, КНС-тің көлемі 20 куб емес, кемінде 200-300 куб болуы керектігін, ал енді жаңағы траншея қазған кісілер сол жерден канализацияның өтіп жатқандығын, оны жаңағы түртіп жырып алған ғой, шындап келгенде. Түртіп жырып алған, қалпына келтірген, ол қайтадан соның барлығын ескеруі керек еді. Әрине осы тұрғыдан келгенде біз ешкімді де кінәлай алмаймыз. Сондықтан да біз өзіміздің мойнымызға алып отырмыз. Сол себепті де жинақталған себептер бойынша аудан әкімінің орнынан босатып отырмыз. Сол себепті де мына жерде отырған міне басқарма басшысына қала әкімі қатаң сөгіс жариялап отыр. Сол себепті де осы энергетика басқармасына жетекшілік жасайтын өзінің орынбасарына қала әкімі қатаң сөгіс жариялап отыр. Енді бірақ барынша біз тағы да қайталап айтайын, біз бұл проблеманы білмедік емес, білдік. Тиісті шаралар қолдандық. Ар жағынан мыңдық турба жолдың арғы бетінен өтіп жатыр ғой, жолдың арғы бетінен өтіп жатқан мыңдық турбаны жүргізіп келе жатырмыз. Майдың аяғына дейін аяқтаймыз. Және Тұраннан шығатын кәріз суларының барлығын соған барып қосамыз. Бұл проблеманы азайтамыз деп отырмыз. 50% азайтамыз. Қалған 50% бұл әрине келетін қар сулары мен жауын суларына байланысты дүние. Жауынға жаума, қарға жаңағы еріме деп біз тұра алмаймыз. Оны да шешу бойынша жұмыс басталынып кеткен. Жылдың соңына дейін, жайлы орта басқармасы бар ма мұнда? Жылдың соңына дейін біз жаңағы жауын өтетін арықтардың барлығын сол жерге орнатып, соны ретке келтіретін боламыз. Және сол аяқталған кезде жаңағы номер 13 көше бар емес пе? Оның да құрылысы аяқталатын болады. Оның да құрылысының аяқталмай тұрғаны осы судың жинақталуынан болып тұрған мәселе. Әйтпесе мынандай ғана кішкентай ғана 4-5 метрлік ғана траншея ғой ол. Баяғыда бітіп жолды пайдалануға беріп қоятын едік. Бірнеше мәселе қордаланып тұр. Тарихи мәселе, тарихи проблема. 2019 жылы осының барлығы дұрыс жоспарланған болса, онда қосымша қаржы қарастырудың да, қосымша жаңағы мына жұмыстар атқарудың да, бұл мәселенің шешімін іздеудің де ешқандай жаңағы қажеттілігі болмайтын еді. Дегенмен енді мынау сауаттылықты арттыру мәселесі мен келсем, ол жағынан ата-аналар мұқият болу керек балаларына.